Қайырлы күн, құрметті диссертациялық кеңес мүшелері және қатысушылар. Кенжеханова Мереке Батырхановнаның диссертациялық жұмысының ғылыми кеңесшісі болуыма байланысты Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің диссертациялық кеңес туралы ережесіне сәйкес кеңеске төрағалық ету қызметін төрайым орынбасары Кененбай Гүлмира Серікбайқызына кеңес отырысын жүргізуін ұсынамын. Ұсынысқа дауыс берсек, қарсы қалыс жоқ, бір ауыздан қабылданды. Гүлмира Серікбайқызы, сізге сөз. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті кеңес мүшелері. Бүгінгі күн тәртібінде 8.07.501 стандарттау және сертификаттау білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін Кенжеханова Мереке Батырхановнаның Қазақстан Республикасындағы аудандастырылған әртүрлі сортты алмаларды қолдана отырып, алма қағы өндірісіне стандарттау және сертификаттаудың технологиясы нормативтік базасын әзірлеу тақырыбындағы диссертациясын қорғау. Диссертациялық кеңестің тұрақты құрамының мүшелері: Мамаева Лаура Асылбековна, диссертациялық кеңестің төрайымы, биология ғылымдарының кандидаты, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің тағам өнімдерінің технологиясы және қауіпсіздігі кафедрасының меңгерушісі. Кененбай Гүлмира Серікбайқызы, төрайым орынбасары, Қазақ қайта өңдеу және тағам өнеркәсіптері ғылыми зерттеу институтының жетекші ғылыми қызметкері, техника ғылымдарының кандидаты. Дунченко Нина Ивановна, диссертациялық кеңестің тұрақты мүшесі, техника ғылымдарының докторы, профессор, Тимирязев атындағы Мәскеу ауыл шаруашылық академиясының Ресей мемлекеттік аграрлық университетінің өнім сапасы мен өнімді басқару кафедрасының меңгерушісі. Сүлейменова Жұлдыз Маукеновна, диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы, биология ғылымдарының кандидаты, тағам өнімдерінің технологиясы және қауіпсіздік кафедрасының қауымдастырылған профессоры, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті. Яғни барлық тұрақты құрам мүшелері қатысып отыр. Диссертациялық кеңестің уақытша құрамының мүшелерін таныстырып өтейін. Чингисов Әзірет Утебаевич, техника ғылымдарының докторы, профессор, Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті тоқыма және тамақ инженериясы жоғары мектебінің азық-түлік өнімдерінің технологиясы және қауіпсіздік кафедрасының меңгерушісі қатысып отыр. Таиров Бахтияр Бабакулович, техника ғалымдарының кандидаты, доцент, Бұхара мемлекеттік техникалық университеті метрология және стандарттау кафедрасының меңгерушісі, онлайн қатысып отыр. Серікқызы Мирас Серіковна, қауымдастырылған профессор, PhD доктор, тағам өнімдерінің қауіпсіздігі және сапасы кафедрасының тағам технологиялары факультетінің Алматы технологиялық университеті қатысып отыр. Және де ғылыми кеңесшілері: Мамаева Лаура Асылбековна, биология ғылымдарының кандидаты, профессор, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті тағам өнімдерінің технологиясы және қауіпсіздігі кафедрасының меңгерушісі. Ветохин Сергей Сергеевич, физика-математика ғылымдарының кандидаты, профессор, Беларусь мемлекеттік технологиялық университетінің өнімді сертификаттаудың физика-химиялық әдістері кафедрасының меңгерушісі, онлайн қатысып отыр. Сын пікір берушілер: Байходжаева Бақытгүл Ұзақовна, техника ғылымдарының докторы, профессор, стандарттау және сертификаттау кафедрасының меңгерушісі, Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университеті, онлайн қатысып отыр. Уажанова Раушангүл Уланғазиевна, техника ғалымдарының докторы, қауымдастырылған профессор, Алматы технологиялық университетінің тағам технологиялары факультетінің тағам өнімдерінің қауіпсіздігі және сапасы кафедрасының меңгерушісі қатысып отыр. Диссертация бірінші рет қорғалып отыр. Докторанттың құжаттарымен таныстыру үшін сөз диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы Сүлейменова Жұлдыз Маукеновнаға беріледі. Рахмет. Құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері және қатысушылары. Докторант Кенжеханова Мереке 1989 жылы 3 сәуірде дүниеге келген. Ұлты қазақ, Қазақстан Республикасының азаматы. Білімі: 2006 жылы Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің стандарттау метрология және сертификаттау мамандығына түсіп, 2010 жылы Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің механика және мұнай-газ факультетінің стандарттау метрология және сертификаттау мамандығына бойынша оқып, техника және технология дипломын алған.
2010-2012 жылдары аралығында Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің механика және мұнай-газ факультетінің 6М073200 стандарттау метрология және сертификаттау мамандығының магистратура бойынша техника ғылымдарының магистрі дәрежесін алған. 2012 жылы Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің механика және мұнай-газ факультетінің стандарттау және сертификаттау кафедрасының оқытушы қызметін атқарған. 2017 жылдан бастап Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің механика және мұнай-газ факультетінің стандарттау және сертификаттау кафедрасының аға оқытушысы болып қызмет еткен. 2020-2023 жылдар аралығында Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінде 8D07501 стандарттау және сертификаттау салалар бойынша білім беру бағдарламасы бойынша докторантурада оқыған. Диссертациялық жұмыстың тақырыбы Қазақстан Республикасындағы аудандастырылған әртүрлі сортты алмаларды қолдана отырып, алма қағы өндірісінде стандарттау және сертификаттаудың технологиясы, нормативтік базасын әзірлеу. Диссертациялық жұмыс қазақ тілінде ұсынылған. Диссертациялық жұмыстың негізгі қағидалары бойынша 16 ғылыми еңбек жарияланды. Оның ішінде 2 мақаласы Scopus деректер базасының енгізілген журналдарында жарияланған. Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі ғылым және жоғары білім беру сапасын қамтамасыз ету комитеті ұсынған журналдарда 4 жарияланым. Қазақстан Республикасының ғылыми журналдарында 2 мақала, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының баяндамалары, сонымен қатар оңтүстік Қазақстан ғылымның хабаршысы және халықаралық конференцияларда 7 мақала жарияланды. Алма чипстерін дайындау әдісі атты пайдалы модельге 9110 Қазақстан Республикасының бір патенті алынған. Ізденуші Кенжеханова Мерекенің кеңеске Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің талабы бойынша ұсынған құжаттар тізімі. Біріншісі диссертациялық кеңес төрағасына өтініш, екіншісі ғылыми кеңесшілердің пікірлері, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің тағам өнімдерінің технологиясы және қауіпсіздігі кафедрасының кеңейтілген отырысында диссертациялық жұмысты талқылау жөніндегі хаттамасы, төртіншісі диссертация түптелген, бесіншісі ғылыми еңбектер тізімі, алтыншысы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жазылған қағаз және электронды түрдегі диссертацияның қысқаша аңдатпасы, жетінші диссертациялық жұмыстың тақырыбын бекіту және ғылыми кеңесшілердің бекіту туралы ғылыми кеңес хаттамасының бюрок көшірмесі, сегізінші кәсіби оқу бағдарламасын игеру туралы транскрипт көшірмесі, тоғызыншы Web of Science Clarivate Analytics компаниясының ақпараттық базасының деректері бойынша нөлдік емес импакт факторы бар немесе Scopus деректер базасына кіретін халықаралық ғылыми басылымдарда жарияланымдардың болу туралы ұлттық мемлекеттік ғылыми техникалық сараптама орталығының анықтамасы, оныншы диссертацияны плагиатқа тексеру туралы анықтама, 11-ші Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің этикалық комиссияның қорытындысы, 12-ші қорғауға жіберу туралы бұйрықтың көшірмесі. Ізденуші ұсынған құжаттар Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің талаптарына сәйкес келеді. Рахмет. Рахмет. Барлық қорғауға қажетті құжаттар ұсынылған және ұсынылған құжаттарға қатысты сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса, онда келесі сөз кезегі Кенжеханова Мереке Батырхановнаға диссертациялық жұмыстың негізгі мазмұнын баяндау үшін беріледі. Мереке Батырхановна, сізге 20 минут уақыт беріледі. Регламентті ұстануыңызды сұраймыз. Сәлеметсіздер ме? Диссертациялық жұмыстың тақырыбы Қазақстан Республикасындағы аудандастырылған әртүрлі сортта алмаларды қолдана отырып, алма қағы технологиясы өндірісіне стандарттау және сертификаттаудың нормативтік базасын әзірлеу. Зерттеу тақырыбының өзектілігі Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешеніндегі дамудың мемлекеттік экономикалық саясаттың ұзақ мерзімді негізгі басымдықтарының бірі болып табылады. Және де осы 2021 жылы желтоқсанда Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенінің дамуының
2030 жылдар аралығындағы жаңа тұжырымдамасын қабылданды және де инновациялық экономикалық құрылымның жаңа шарттары бейімделді. Бұл деп отырғанымыз біздің отандық жеміс жидектердің оның жаңағы алманың терең өңдеу және жоғары қосылған құндылықтарының және де стандарттау жүйесінің дамуына отандық аграрлық ғылыми дамуының қазіргі кезіндегі өзекті міндеттері болып табылады. Осы бағыт бойынша Қазақстандағы 2019 жыл халықаралық 2024 жылдың алмамен қамту ету бағдарламасы қабылданды. Зерттеудің мақсаты Қазақстан Республикасының аудандастырылған помологиялық сорттарының алмаларды пайдалана отырып, ағартылған жаңа режимді параметрлер негізінде жетілдірілген кептіру әдістерін қолдану арқылы алма чипстерін өндіру технологиясын әзірлеу. Зерттеу міндеттері шикізат ретінде Түркістан облысының шаруашылық мысалдарындағы Қазақстанда өсетін алмалардың помологиялық сорттарын таңдау негізделген. Ағарту ерітіндісінің оңтайлы құрамы және алманың кесіктерін өңдеу параметрлер негізінде дайындайтын өнімнің кептіру параметрлерін таңдау, Қазақстан Республикасының аудандарындағы алмалардың сорттарын, алма чипстерін өндіру технологиясын жасау, және де алма чипстеріне арналған нормативтік құжаттарды әзірлеу, алма чипстерін өндіру технологиясының экономикалық тиімділігін есептеу. Жұмыстың практикалық құндылығы. Жұмыстың практикалық құндылығына отандық алма шикізаттарын пайдалана отырып, алма чипстерінің технологиясын әзірлеу. Алма кесіктерін дайындау және түпкілікті өнімнің кептіру ерекшеліктерін ескере отырып, дәмін, минералдық құндылығын, биологиялық құндылығын сақтауға мүмкіндік беретін ағартылған ерітіндінің пайдалана отырып, отандық алма шикізаттарын, алма чипстерін әзірлеу қарастырылады. Алма чипстеріне арналған ұйым стандартын әзірлеу. Ғылыми жаңалықтарға келетін болса, Қазақстан Республикасындағы алма чипстерін дайындау әдістеріне пайдалы модельдердің патентін алынды. Технологиялық параметрлерін оңтайлы негіздеу үшін жүйелік талдау және математикалық модельдеу әдісі енгізілді. Жалпы қорғауға шығарылған ережелер Қазақстан Республикасындағы аудандарындағы алма сорттарын, алма чипсін алу технологиясын ғылыми практикалық негіздеу және де Қазақстанның оңтүстік аймақтарында өсірілетін алма сорттарын, алма чипсін өндіру технологиясын нормативтік техникалық қамтамасыз ету ғылыми негіздері. Жұмыстың нәтижесін іске асыру, жұмыстың нәтижелерінде дәмін сақтай отырып, дәмін сақтауға мүмкіндік беретін ағартылған ерітінділерді пайдалана отырып, алма чипстерін өндіру жүзеге асырылады. Отандық алма шикізаттарын, алма чипстерінің технологиясы мен рецептурасын әзірлеп, минералдық құрамы мен биологиялық құндылықтарының сақтай отырып, стандарттау бойынша нормативтік құжаттарды әзірлеуді жүзеге асырдық. Зерттеу жүргізудің құрылымдық схемасына келетін болсақ, алма чипстерін өндірудің технологиялық стандарттары мен нормативтік құқықтық базасын әзірлеу, зерттеудің теориялық кезеңі, зерттеу объектілерін талдау, зерттеудің эксперименттердік кезеңдерін бағдарламасы, алма чипстерін өндіру технологиясын жасау, зерттеу нәтижелерінің тәжірибелік қолданылуы. Жалпы келесі сатыға өтетін болсақ, Түркістан облысында өсетін алмалардың помологиялық сорттарын шикізат ретінде таңдау негізгі бойынша зерттелінген. Бұл жерде біз Фуджи, Джереми, Гренни Смит
Golden Delish жаңағы алманың сорттарын алып, осы алманың помологиялық сорттарына тән биологиялық және түсті сипаттайтын сәйкес анықтамалар көрсетілген. Бұлар түсін сипаттамаларын анықтау үшін біз стандарттар арқылы топ-топқа бөлеміз. Ол бізде жоғарғы сорт, бірінші сорт және екінші сорт. Ал топқа кеп бөлетін болсақ, А, Б, С, Д топтарына бөлеміз. Бұл топтарға бөлу біздің себебіміз бірінші орындағы бұл біздің жәндегі алмалардың түсіне қарай жаңағы калибрлеген кезде калибрлеу зерттеу үлгілерін биометриялық калибрлегенде біз жемістің биіктігін, диаметрін, салмағы арқылы біз осы калибрлеу жұмыстарын нәтижелерін алдық. Бұл жерде біз алма сортының 5 түрін алғанбыз. Кестеде көрсетілгендей. Келесі алманың помологиялық сорттарын зерттеу. Бұл деп отырғанымыз жемістік көкөніс өнімдеріне қойылатын гигиеналық азық-түлік қауіпсіздік талаптарына байланысты Кеден одағының техникалық регламенттерінің 021-2011 жылғы сәйкес пестицидтер мен нитраттарын анықтадық ең алғашында. Бұл деп отырғанымыз пестицидтерін анықтау дегеніміз ГОСТ 51247 арқылы, нитраттарын анықтау ГОСТ 29270-95 жылғы ГОСТ арқылы анықтадық. Және де бұл пестицидтер мен нитраттар адам денсаулығына зиян болғандықтан біз өзіміздің жаңағы жоқ екендігін, осы пестицидтерінде, нитраттарында жоқ екенін анықтадық. Зерттеудің помологиялық сорттардың минералдық құрамына қарай біз 5 түрлі алма сортын алдық. Бұл жерде Golden, Fuji, Nicole Grini, Айдарет, Granny Smith жаңағы сорттарын алу арқылы біз помологиялық алма сорттарының минералдық құрамын графикалық түрде витаминдерін жаңағы салыстырып шықтық. Әзірлеу кезінде физика-химиялық көрсеткіштерін де анықтадық. Бұл жерде біз Айдарет сорты мен Гренни Смит сортын алдық және де графикалық түрде салыстырдық. Зерттелген үлгілердің көмір суы құрамы бойынша салыстыру, талдану осы графика түрінде салыстырып тексердік. Бұл жерде де біз Golden, Fuji, Nicole Grini, Айдарет, Granny Smith деген сияқты сорттарды алдық. Айдарет және Golden үлгілерін витаминдерді құрамын талдау нәтижесінде А витамині жоқтығы көрсетіледі. Бұл себебі бізде бұл помологиялық сорттың түсі жасыл болғандықтан А витаминінің жоқ екендігін жаңағы сынақтарда көрдік. Айдарет үлгісінде Е дәруменмен және де Golden үлгісіне қарағанда 4,5 есе көп. С дәруменнің мөлшері бойынша Айдарет үлгісі Golden үлгісіне қарағанда 40%-ға жоғары. Бұл жерде де біз Айдарет, Golden Smith, Fuji, Nicole Grini, Granny Smith сорттары алып, осылардан графикалық салыстырмалық тексеру жүргізілді. Және Fuji және Айдарет үлгілерінің суда еритін витаминдер құрамын салыстырып талдау бойынша келесідегідей қорытынды жасауға болады. Бұл жерде бұл екі топтың Б дәрумен тобы менен B2, B6, B3 және B5 витаминдерінің екі үлгілерде суда еритін дәрумендер құрамы бірдей дерлік. Бірақ та бұл жерде осы көрсетілген бір-бірінен ауытқулары қатты болмайды. Fuji, Айдарет, Nicole Grini, Golden сияқты сорттарын графикалық салыстырма түрде жүргізілді. Жалпы Nicole Grini үлгісінің амин қышқылдар құрамыны менен және де Golden, Nicole Grini, Айдарет, Fuji сияқты сорттарын салыстыру арқылы біз осы амин қышқыл құрамын анықтаған кезде 13 түрлі сынақтан өткізілді. Бұл жерде біздің әрбір сорттардың бір-бірінен ауытқулары көрсетіледі. Және де алмалардың помологиялық сорттарын анықтау барысында құндылықтарын құрайтын бірқатар микроэлементтер болуы расталды. Барлық сорттар бір-бірімен ауытқулар қатты көрсетілмейді. Мысалы үшін жаңағы Granny Smith пен Fuji'дің сәйкестігі 46-да 3 және 46-да 29 миллиграмм магний ең жоғары деп жаңағы сынақтарда бізде көрсетілді. Сол себептен біз осы
сынақтардың арқасында осылайша айдарет помологиялық сортының организм үшін маңыздылығы барлық микроэлементтер бойынша зерттелген үлгілерге көшбасшы болып табылады. Жалпы помологиялық сорттау зерттеулердің үлгілеріндегі пестицидтер қолданбайтыны көрсетілді. Зерттеулер үлгілерінде нитраттар болмағаны анықталынды. Жалпы осылайша отандық алма чипстерін өндіру еліміздің шығарылатын Айдарет, Грини Смит, Николь Грини, Фуджи помологиялық сорттарының барынша қолайлы екендігі бізге дәлелденді. Негізі, бірақ көбінесе Айдарет сортын қолдануға, біз Айдарет сортын алуға шештік. Себебі ол витаминдік құрамына байланысты да көрсетілген сынақтарда ең жоғары болып көрсетілді. Келесі ағарту ерітіндісі қараюды тудыратын шикізаттың биологиялық процестерге аскорбинка оксидозасы, пероксидоза және феноксидоза сияқты ферменттер үлкен әсер етеді. Сол себептен осы қажетті қараюды тудыратын шикізаттардың биологиялық процестерге аскорбинка оксидозы және де пероксидоза және феноксидоза сияқты ферменттер үлкен әсер етеді. Жалпы біз бұл ағартылған ерітінділерге зерттеу үшін іріктеуден өткен помологиялық алма сорттарының үлгілері кескіндерінің өзегінен қалыңдығы 1,5-2 мм шеңберіндегі кескікті өлшеулерді сироп ерітіндісінде проценттерменен жүктелінеді. Жалпы бұл жерде сахароза, аскорбинка қышқылы, лимон қышқылы, су құрамынан тұрады ағарту ерітіндісі. Ағарту ерітіндісінен кейінгі процесс бізде кептіру. Кептіруді біз 12 сағат кептіру үлгісіндегі 4 алма үлгісін алып отырмыз. 12 сағатта кептіру уақыты әрбір таңдалынған алма сортының кескіндерін өлшеп отыру арқылы біз кесте тұрғыздық. Алма чипстерінің ылғалдылығын жоғалтуын температураға және кептіру уақытына қарай сублимациялық тәуелділік графигін түсіндірме көрсетілді. Бұл бізде сублимациялық және жай кептіру арқылы математикалық модель тұрғызылды. Коррекциялық және регрессиялық талдаудың әдістерін қолдану іріктелген статистикалық деректерге негізгі факторлар менен оның күші арасындағы байланыстардың анықтауға мүмкіндік береді. Талдаудың бұл түрі тек қажетті көрсеткіштердің қамтиды, факторлардың модельдік барынша ұтымды құруға мүмкіндік береді. Дайын алма чипстерін сынақтан зерттедік. Бұл жерде Қазақстан Республикасының аудандарындағы алмаға арнайы сироп ағарту, содан кейінгі әдістер кептіру арқылы дайын технологиялық әзірлеу барысындағы алынған дайын алма чипстерін зерттелген. Бұл алма шикізаты менен дайын өнімнің үлгісі физика-химиялық көрсеткіштерін салыстырып тексердік. Бұл жерде көріп тұрғанымыздай дайын өнімнің барлық дерлік физика-химиялық көрсеткіштері бойынша өзекті сипаттамалары жақсағырақ. Осылайша біз көмір сулардың мөлшерін бастапқы алма шикізаттарының мөлшерінен қарағанда 3 есеге жуық, талшықтарының, пектиндердің, флавоноидтардың, суда еритін заттардың 2-2,5 есеге жоғарылағанын байқаймыз. Бұл жерде біз алма чипстерін Джерри және Джонагольд алма шикізатыменен салыстыру арқылы график тұрғыздық. Жалпы алма чипстерінің көмір сулы құрамының неғұрлым егжей-тегжей зерттеу оның жалпы алмалардың шикізатын арасындағы салыстырмалы талдау жүргізілді. Бұл жерде Джонагольд пенен Джерри мен алма, одан кейін алмадан жасалынған чипсылар арқылы салыстырып тексердік. Сахароза, мальтоза, фруктоза, глюкоза сияқты біздің зерттеу құрамындағы көмір суларын.
Бастапқы алма шикізаттары менен дайын алма чипстерінің кейбір витаминдері салыстыру талдау нәтижесінде көрсетеміз. Бұл жерде берілген жаңалдегі алма чипсы Джерри мен Джонагольд графикасын тұрғыздық. Бұл жерде де біздің алма чипстерінде жоғарырақ екендігі көрсетіп дәлелденді. Витаминдер құрамы бойынша да В3, В5, В6 сияқты витаминдер мөлшері бойынша да біздің Джерри мен Джонагольд алма чипстері бойынша графикалық жұмыстары тұрғызылды. Дайын алма чипстерінің амин қышқыл салыстыру арқылы да біз графикалық график тұрғыздық. Алма чипстері Джонагольд, Джерри мен осы 3 сорт арқылы, және дайын өнім арқылы біздің графикала тұрғызылды. Жалпы технологиялық схемаға келетін болсақ, біз дайын шикізатты, дайын өнімді алып калибрлеп болғаннан кейін ағарту ертіндісі арқылы ағарту ертіндісін жүргізіп, одан кейінгі жаңалдегі алма кесіктерінің өзіміз таңдаған кептіру, жай конвекционный кептіру арқылы кептіріп, жаңағы алма чипстерін салқындатамыз. Жалпы сапаны бақылаймыз, және кептірілген алмаларды жаңағы орау упаковка жасаймыз. Ал көріп отырғандай алдарыңыздағы алма чипстерін дайындау технологиясының үрдісі. Дайын кептірілген алма чипстерінің Қазақстан Республикасындағы аудандарындағы алма чипстерін өндіру технологиясын әзірлеу бойынша зерттеулер нәтижелері Инновтех продукт жауапкершілік серіктестігінде тәжірибелік сынақтан өтті, өндіріске акт енгізілді. Жалпы техникалық, экономикалық көрсеткіштеріне жалпы келетін болсақ, біз бұл жерде алма чипстерін шығарған кезде жылына біз жылдық пайдасы 31.855.230 теңгеге дейін пайда көретініміз көрсетілген. Жаңа айтылып өтілгендей, біз өзіміздің өнімімізге акт алдық. Одан кейін бізде алма чипстеріне технологиялық нұсқаулық алынды, ұйым стандарты жасалынды. Жалпы ұйым стандарты біздің жасалу реті техникалық шарттар түрінде ұйым стандарты титулдық беті және келесі талаптарға қамтитын бөлімдерден тұрады. Олар біздің қолдану саласы, өнімнің негізгі тұтынушы сипаттамалары, органолептикалық көрсеткіштер деген сияқты шикізаттар менен материалдарды қолдану талаптары, сынау әдістеріне қойылатын талаптар, калибрлеу ережесіне қойылатын талаптар, таңбалау талаптары, буып-түю қойылатын талаптар, еңбек қорғауға және қоршаған ортаға қойылатын талаптар, тасымалдау және сақтау талаптары және өндірушінің кепілділіктері. Келесі біз алма чипстерін өндіру бойынша техникалық нұсқаулықтар әзірленді. Тамақ өнімдерінің стандарттары мен нормативтік актілерінің жоғарғы талаптарға сай болуы керек. Сол себептен де өнімнің қауіпсіздігі мен оның сапасының және өндірістегі технологиялық сәйкестігін дәлелдейтін өндірістік құжаттардың негізінде болу керек. Бұл өнімнің кез келген түрдегі өндірудегі өнімнің өндірісіндегі арналған технологиялық регламенттер қажеттілік етеді. Жалпы біздің қорыта келетін болсақ, осы қорытындыны оқымай қойсаңыз болады. Жалпы түсінікті. Рахмет баяндамаңызға. Ал құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, сұрақтарыңыз болса? Әзірет Өтебаевич. Бір сұрақ қояйыншы. Бұл тема, мен бұл заниматься еткем. Біздер магистрат шығарғанбыз. Менің қазір Мереке Батырханова қызының жасаған докладынан қарап отқанда, олардың бір үлкен өзгерісте, үлкен бір ғылыми жағынан қарастырғанда, бұл ағарту ертінісін қосқан, енді оның видимо құрамы өзгелі болу керек.
соны дұрыс үреті алған сияқты. Бірақ менің сұрайын дегенім мынандай. Маған айтыңызшы, жаңа 11-ші плакатпен жаңа 21-ші плакатқа қайтып келіңізші. Ол жерде сіздер С витамин салыстырғансыз. 11-ді көріңізші и 21-ді ашыңыз. Мынау 11-ші плакатты, 11-ші слайдты қарасаңыз, онда құрамындағы алма құрамындағы витаминдер негізгі, конечно, антиоксиданттар бұлар. Мысалы үшін витамин Е это ол токоферол, витамин С аскорбиндік қышқыл. Бір-бірімен салыстырған. Енді мынау 21-ші слайдта алма чипсісі қалай, значит, үлкейіп кеткен. Мынандай, мынау алма чипсі мен мынау жермен неме? Сонымен салыстырасыз ба? Сол Джереми. Ол өзіңіз сол қарастырған, экспериментте қарастырған алмалармен салыстырғанда ма, жоқ ол алманың басқа түрі ме? Жоқ, басқа бұл жерде бірнеше түрін алдық қой алмалардың. Бұл Джереми мен Джонагольд жаңағыдегі дайын өніммен салыстырған басқа алманың құрамыменен салыстырғанбыз. Өзінің шығарылған алмалық чипсімен емес, басқа алманың түрімен витаминдік құрамын. Алдындағы зерттелген алмалардың құрамымен салыстырғанда қандай? Олармен салыстырғанда да әрине біздің алма чипстерінің витаминдік құрамы жоғары, себебі осы ағарту ерітіндісіні салып, жаңағы ағарту ерітіндісімен шығарылып жатқандықтан жоғарырақ болады. Хорошо. Екінші сұрақ. 16 слайдты ашыңыз. 16 слайдта сізде кептіру ұзақтығы, кептіру уақыты, үлкен үлгінің, значит, кептіру уақытындағы салмағының өзгеру келтірген. Мен әзір есептеп көрдім. Приблизительно 15, 16, 14-16 14-16-ға дейін ылғалды қалады екен. Маған айтыңызшы, осы кептіруді қандай әдіспен кептірдіңіз? Бұл жерде салыстырып тексергендегі кептіру біздің сублимациялық кептіруменен және де жаңағы жай кептіру, конвекционный кептіру арқылы кептірілген салыстырып. Бізге ең қолайлысы жаңағы 4-ші және 1-ші нөмірдегі сорттар болып тұр. Бұл жерде біз конвектациялық кептірумен, жай кептірумен алынған сорттар болып тұр. Сол себептен жай кептіру бізге қолайырақ болып тұр. Бұл жерде сізде температура мат-модельде 18-ші плакатта қараңызшы. 18-ші плакатта мат-модель жасағасыз өзгерісін жаңағы. Бұл математический модель деген одан, значит, дәлірек, точность дейді ғой. Одан артық дәлірек табылатын шама болғанда мат-модель жасаймыз. Онда сіз жазып қойғансыз. Кептіру ұзақтығы где-то 12 сағат. И, значит, температура 100-110. Ол жерде сублимация кептірілмейді онда. Конвективный сушка болады. Жай кептіру болсында. Конвективный сушка, amma не болмайды ол жерде сублимационный. Содан кейін маған айтыңызшы, ағартылатын ерітінді жасаған. Сіз сахароза қосқасы 30%, 1,5% аскорбинный кислота и 0,5 лимонный қышқыл. Содан кейін 68% су. Осы сахароза қатты ғой, білесіздер. Көбірек. Сол ішіндегі сіз айтып отқан С витамині көбейді. Ол анау сәл жабысқақ болып қалады. Кептіргенде сондай болды ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Жаңағыдегі құрамы жақсы шықты. Ең идеальны шыққандықтан біз именно осы ағарту ерітіндісінің осы құрамын таңдап отырмыз. Айбет, біз табын сұрақ қояйын. Айбет,
мынау кептірген алманы кептірсеңіз, ол значит ұзақтығы қалыңдығына байланысты болады, толщинасына байланысты. Сіз соны қандай толщинада? 1,5-2 толщинаменен жаңағы миллиметр алдық. 1,5-2 миллиметр ғой. Иә. Сонда сізде сол 12 сағатта 110 градуста 12 сағатта кетті ма? Иә. Егер одан төмен қылып, одан жіңішке қылып алатын болсақ, біздің жаңағыдегі ағарту ерітіндісінде бланшировка жасаған кезде біздің алмаларымыз еріп, сынып түсіп қалады. Сонда ылғалдылығын мен жаңағы таблицаны көрсеңіз, значит 16 граммнан. 16 граммнан 16 таблицаны айтып отырмын. Слайд. Бастапқы сізден 16 жарым, бұл значит грамм ба? Иә, грамм. 16 жарым грамм болған басында. Сол значит 12 сағатта сізде 2,5 граммға түсті, иә? Иә. 2,5 граммға түсті, сонда сіз 14 грамм ылғал жоғалттыңыз. Ылғалды сонда мен сұрайын дегенім, соңғы кептірген ылғалды қанша болды? 14. 14 болды ма? 14%. Иә. Ол мат моделімен дұрыс келе ма? Иә, мат моделімен дұрыс келеді. Рахмет. Рахмет, Әзірет Өтебаевич. Келесі сұрақтарыңыз болса? Мирасер қызы. 24-ші слайдта сізде алма чипсы өндіру технологиясы ұсынылып отыр. Осы жерде технологиялық схемасы қандай инновациялық шешімдер қолдандыңыз, және өндіріске қандай тиімділігі бар, және өнімнің функционалдық қасиетіне қалай әсер берді? Бұл жерде ең бірінші біз ағартылған ерітінді дайындау арқылы жаңа инновациялық жаңалық ендірдік десек те болады. Және біздің кептіру уақытысын, жаңа кептіру уақытысын таңдау арқылы тиімдірек жаңағы сублимациялық кептіруден қарағанда жай кептіру тиімдірек, конвектациялық кептіруді таңдадық. Сонысыменен технологиялық сұлбасының ерекшелігі сол болып тұр. Енді мына айтып жатыр, сублимациялық кептіру процесін қолдандық деп, оның ерекшелігі қандай болды? Физикалық, химиялық өзгерістер қалай болды? Сублимациялық кептірудің жалпы ерекшеліктері біз алынған алма кесіктерін бірінші мұздату арқылы 35-40 градус аралықта мұздатамыз. Одан кейін жай бөлме температурасына шығарып, біз өзіміздің таңдаған жаңағыдегі кептіру пештерінде конвектация арқылы кептіреміз. Бір сұрақ қойсам, сіз ұйым стандартын әзірледіңіз, сол ұйым стандартты не себептен әзірледіңіз? Біріншіден, неге басқа стандарт әзірлемедіңіз? Және осы ұйым стандартында қандай халықаралық және Қазақстан Республика нормативті құжаттар қолдандыңыз? Жалпы ұйым стандартын әзірлеу үшін біз Қазақстан Республикасының 1.5 стандартының ережелеріне сәйкес әзірленді. Және де сапалы өнім шығарып, өнімді нарыққа шығару үшін біз ұйым стандартын әзірледік. Ал шетелдік стандарттар жоқ болғандықтан ұйым стандартына байланысты біз қолданған жоқпыз. Рахмет. Рахмет, Мирасер қызы. Тағы да сұрақтар болса? Мен бір-екі сұрақ қойайын. Жұлдыз Мәкені. Сіз жұмыста 4 негізгі жаңа таңдаған алмалардың бәрінің ішінен 4 сорт таңдапсыз. И соның ішінде ең қолайлы, жаңа чипс жасауға ең қолайлысы осы 4 сорттың ішінде? Ең қолайлысы бізге айдарет сорты болды, витаминдер жағынан да, және де сол біз өткізген сынақтардың барлықтарында айдарет сорты жоғары көрсеткіш көрсетті. Келесі сұрағым мынандай. Өнімді сертификаттау кезінде қандай сапа көрсеткіштеріне тоқтадыңыз? Мысалы, ылғалдық бойынша ма, или қант мөлшері бойынша ма? Стандартта қандай сертификаттар? Өнім сертификаттау бойынша жаңағы ағартылған ерітінділерді қолдандық. Жаңағы сол көрсеткіштерін
көрсеттік, және де жаңағы айтып жатырмыз ғой, кептіру жағынан конвектациялық кептіру, жай кептіруді таңдадық. Жоқ, мысалы чипстің негізі стандарттау үшін қандай көрсеткішін алдыңыздар? Ылғалдық па, қант мөлшері ма, қаттылығы ма, Ылғалдылығы бойынша алдық. И үшінші сұрағым мынандай, негізі осы чипстің сақтау мерзімі қанша? И сортқа байланысты сақтау мерзімі өзгеріп отыра ма? Жоқ, сорттарға байланысты сақтау мерзімі өзгерілмейді. Алма чипстерінің сақтау мерзімі 6-12 айға дейін. Жақсы, рахмет, сұрағым. Рахмет сұрағыңызға. Нина Ивановна, Бахтияр Бабакулович, у вас будут вопросы? Здравствуйте, Здравствуйте. члены диссертационного совета. У меня такой, у вас задача исследования есть такой обосновать оптимальный состав бланшированного раствора и режимы параметры обработки яблочных пластин. Вот состав бланшированного раствора, как этот состав? Состав у нас идет сахароза, аскорбиновая кислота, лимонная кислота и вода. И второй вопрос у меня. Вы как органолептически оцените готовых яблочных чипсов? Как органолептические оценки? Органолептическая оценка у нас идет цвет, вкус, концепция, внешний вид, запах. Это у вас норм яблочного есть, да, чипса. такой? Не поняла. У вас есть такой нормы, стандарт, такой оценка, органолептический? Нормы, да. Да, нормы есть в диссертации, вот и в слайде я показала. Большое спасибо. Спасибо, Бахтияр Бабакулович. Нина Ивановна, у вас есть вопросы? Можно я задам вопрос? Да, конечно. Я не помню. Конкретизируйте, пожалуйста, какие новые научные данные получены вами при разработке технологий? Вас не слышно? Зависло, да? О, интернет, по-моему, да, отключилось. Құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері. Вот, ага. Нина Ивановна. Да, слышно меня, да? Я повторю вопрос. Да. Или вы слышали вопрос? Слышно? Нет. Можете повторить. Скажите, пожалуйста, в рамках научной новизны какие новые научные данные получены вами при разработке технологии вашей? Там новизна. Ну, какие показатели качества? Бланшировка яблок, яблочного чипса. Режимы, да, второй подъезд. Спасибо. Конвективная сушка. Ага. Сохраняются витамины. Условия сохранения витаминов, да? Да. Ну и новые характеристики, да, показатели качества ваших чипсов, потому что применяются новые сорта. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо, Нина Ивановна. Тағы да сұрақтарыңыз болса. Менде бір сұрақ бар еді. Айтыңызшы, жалпы бұл алма чипсыларын қазір көп өндірушілер өндіріп жатыр ғой. Соған байланысты сіздің технологияңыздың осыға дейінгі жасалған технологиядан қандай айырмашылығы бар? Бізде Қазақстан Республикасында осы ағартылған ертінді қолданылмаған, осы ағартылған ертіндіні қолдану арқылы алма чипстерін шығару. Бұл ағартылған ертіндіні қандай мақсатта қолдандыңыз? Жаңағыдай қараюынан сақтау үшін және витаминдерінің құрамы ұзағырақ сақтау үшін. Рахмет.
Тағы да сұрақтарыңыз болса, сұрақ жеткілікті деп ойлаймын. Рахмет, Мереке, орныңызға отыра беріңіз. Келесі сөз ресми рецензент, техника ғылымдарының докторы, қауымдастырылған профессор, Алматы технологиялық университетінің тағам технологиялық факультетінің тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі және сапасы кафедрасының меңгерушісі Уажанова Раушангүл Ұланғазиевнаға беріледі. Құрметті диссертациялық кеңестің төрайымы және мүшелері, рецензия келесідей осындай пікірлер берілді. Диссертациялық тақырыбының бекіту күніне ғылымның даму бағыттарына және немесе мемлекеттік бағдарламаға сәйкес келуі бірінші. Диссертацияның жалпы Қазақстан Республикасындағы аудандастырылған әртүрлі сортталмаларды қолдана отырып, алмадағы өндірісіне стандарттау және сертификаттаудың технологиясы нормативтік базасын әзірлеу 2020 жылғы қазан айының 28 жұлдызында бекітілген. Екінші, ғылым үшін маңыздылығы. Жұмыс ғылымға елеулі үлесін қосады, ал оның маңыздылығы жақсы ашылған. Автордың жеге үлесі жұмыстың теориялық және эксперименттік бөлігін жүзеге асырудан, әдеби деректерді талдаудан тұрады. Автор ғылыми нәтижелерді қорытындылады және ғылыми жарияламдар түрінде рәсімдеді, жасалған өнімдерге өндірістік сынақ жүргізді, жаңа өнімнің нормативтік құжаттары әзірленді. Үшінші, өзі жазу принципі. Диссертация жоғарғы деңгейде орындалған, диссертациялық жұмыс талапқа сәйкес рәсімделген және жоғары деңгейде мемлекеттік тілде сауатты жазылған. Диссертация автордың жеке қатысуымен ауқымды ғылыми тәжірибелік зерттеулер жүргізілген және ғылыми мақалалар халықаралық және республикалық деңгейдегі басылымдарда жарық көрген. Төртінші, ішкі бірлік принципі. 4-те-1. Диссертация тақырыбының өзектілігі негізделген, диссертациялық жұмыстың маңыздылығы мен өзектілігінің ғылыми тәжірибелік тұжырымдамасы диссертацияда келтірілген 5 тараулардан жұмыстың ғылыми және практикалық нәтижелерін көрсетеді, және олар ішкі біртұтастық принципке ие. Сонымен қатар, алға қойған мақсаттарға жету үшін қажетті тапсырмалар мен міндеттерді шешуге, эксперименттердегі жоспарлауға және жүргізуге алынған нәтижелерді статистикалық өңдеуде негізделген. 4-те-2. Диссертация мазмұны диссертация тақырыбының толығымен айқындайды. 4-те-3. Диссертацияның мақсаты мен міндеттері диссертация тақырыбына сәйкес келеді. 4-те-4. Диссертацияның барлық бөлімдері мен құрылысы логикалық жағынан толық байланысқан, барлық бөлімдері бір-бірімен тығыз байланысқан, зертханалық жағдайда жүргізілген зерттеу жұмыстарының нәтижесі рет-ретімен баяндалып қорытындылған. 4-те-5. Автор ұсынған жаңа шешімдер, қағидаттар, әдістер осы уақытқа дейін жүргізілген зерттеулермен салыстырылып, сыни талдау жасалып зерттелген. 5-ші, ғылыми жаңашылдық принципі. Ғылыми деректер мен диссертациялық жұмыста алынған нәтижелер және ережелер жаңа 95% болып табылады. 5-те-2. Диссертацияның қорытындылары толығымен жаңа болып табылады, оған төмендегі келтірілген мәліметтер дәлел бола алады. Алманың іріктелген сорттарын алма чипстеріне өңдеу үшін қысқы және қыста кеш пісетін сорттарды алу арқылы олардың сапасы жақсарады. Ағартатын ерітіндінің таңдалған ингредиент құрамы, сахароза, аскорбин қышқылы, лимон қышқылы алынған нәтижелерін талдау негізінде тұжырымдамалар анықталды. Және ерітіндегі алма кесіктерін өңдеудің жұмыс параметрлері анықталды. Ағартылған алма кесіктері үшін кептіру параметрлері анықталды. Кәсіпорында стандарт жобаларының талаптарына сәйкес жаңа алма чипстеріне технологиялық нұсқалар әзірленді.
және акт жасалып, нәтижесінде ұйым стандарты әзірленді. 5-3 техникалық, технологиялық, экономикалық немесе басқару шешімдері ішінара жаңа және ғылыми деректерге негізделген болып табылады. Себебі келтірілген әдістемелер әлем бойынша кеңінен пайдаланылады және қолданылады. 6. Негізгі қорытындылардың негізділігі. Барлық қорытындылар ғылыми тұрғыдан қарағанда ауқымды дәлдемелерден негізделген. 7. Қорғауға шығарған негізгі ережелер. Қорғауға шығарылған барлық қағидаттар толық дәлелденген. Диссертациялық жұмыста қорғауға шығарылған барлық қағидаттар тривиалды емес. Ағартатын ерітіндіні анықтап, кептіру параметрін жаңартады. Диссертация жұмыс аясында алынған нәтижелер кеңінен қолданылған. Алынған нәтижелердің бәрі мақалаларда толық дәлелденген. 8. Дәйектілік қағидаты дерек көздермен ұсынылған ақпараттық дәйектілігі. 8-1 зерттеу әдіснамасын таңдау ғылыми тұрғыда негізделген және диссертацияның тиісті бөлімінде толықтай сипатталған. Диссертациялық жұмыста зерттеудің заманауи әдістері мен қатар зерттеудің жалпы қолданыстағы әдістері келтірілген. 8-2 диссертациялық жұмыста келтірілген ғылыми ақпараттар мен нәтижелердің дәйектілігі ғылыми методикалық және әдістемелік материалдармен қолданылған заманауи құрал-жабдықтармен дәлелденген. Диссертация жұмысының нәтижелері компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістері мен деректерді өңдеу және интерпретациялау әдістемелерін пайдалана отырып алынған. 8-3 теориялық қорытындылар, модельдер, анықталған өзара байланыстар мен заңдылықтар эксперименттік зерттеулердің нәтижелерімен және өндірістік сынақтардың актілерімен дәлелденген және расталған. 8-4 диссертациялық жұмыстың нақты маңыздылығы ғылыми тәжірибелік мәлімдемелері келтірілген және олар сенімді ғылыми әдебиеттерге сілтемелермен расталған. 8-5 диссертациялық жұмысы жазу барысында пайдаланылған әдебиеттер тізімі әдеби шолуға жеткілікті. Пайдаланған әдебиеттер тізімі 160. 9. Практикалық құндылығы қағидаты. Теориялық зерттеуде Қазақстан Республикасындағы алма чипсы өнімдерін стандарттаудың мәселелерін қарастыра отырып, еліміздегі стандарттау саласының даму жоспарын талдап, ұсынылып отырған алма чипсінің технологиясы нормативтік базасындағы мәселелерді табу жоспарланған. 9-2 Бұл диссертацияның практикалық маңыздылығы жоғары және өндіріс үшін тәжірибелік жағынан өте құнды болып табылады. Докторанттың нәтижелерін алма чипсы өндірісіне қолдану ықтималдығы күмән тудырмайды. 9-3 тәжірибеге арналған ұсыныстар жаңа болып табылады. Әзірленген кәсіпорын стандарттары негізінде жаңа алма чипсы өнімдерін өндірудің технологиялық нұсқаулығы әзірленген. 10. Жазу және рәсімдеу сапасы. Академиялық жазу сапасы жоғары. Диссертациялық жұмыстың академиялық жазу сапасы жоғары және автор еңбегіне ұқсас жазылған басқа авторлардың еңбектерін сілтемесіз пайдалану фактісі кездеспейді. Диссертациялық жұмыс жазу барысында академиялық адалдық сақталған. 11. Диссертацияға ескертулер. Ол келесідей. 1. Диссертациялық жұмыста 3 бөлімде 15 суретте 69 бетте калий, магний, фосфор, калий, натрий және күкірт сияқты элементтер бойынша зерттеу нысаны ретінде таңдалған алма сорттарының минералдық құрамының салыстырмалы талдаудың нәтижелері берілген. Алайда магний, фосфор, калий, магний минералды тұздардың құрамы туралы неліктен толық ақпарат берілмеген және зерттелген алма сорттарындағы кальций мен магний, калийде әлдеқайда төмен. 2. Диссертацияның 3/1 тармақшасының 67 бетінің қорытындыларында пестицидтердің және нитраттардың аккредиттелген зертханалардағы талдаулар нәтижелері негізінде алынған алманың помологиялық сорттарының зерттелгені үлгілерінде гексахлорциклогексан болмауы туралы ақпарат берілген. Ал егер алмада мұндай заттар табылса, одан әрі өңдеуге жарамды сорттары бар ма?
Үшінші, диссертацияда ұсынып отырған алма чипстерін алу технологиясының бір ерекшелігі құрамында консерванттар және соңғы өнімнің дәмін жақсартатын заттар ретінде әрекет ететін сахароза, лимон және аскорбин қышқылы бар арнайы сироппен алма кесіктерін ағарту кезеңі. Арнайы ерітіндінің рецептінде мұндай компоненттердің болуы соңғы өнімнің калориялық құрымының жоғарылауына әкеледі ме? Төртінші, алма чипсінің ұйым стандартын әзірлеу кезінде шикізатқа қойылатын талаптар бөлімінде сахароза, лимон қышқылы және аскорбин қышқылы өндіру процесіне қолдану көрсетілді ме? Олардың сапасы мен қауіпсіздігін растау үшін қандай нормативтік техникалық құжаттар сілтеме жасалады? Соған жауап керек еді. Кез келген ғылыми жұмыс ескертулерсіз болмайды. Әрі ол зерттеу мәселесіне деген сыртқы көзқарас екенін ұмытпағанымыз жөн. Оның үстіне берілген ескертулер мен ұсыныстар принципиалдық сипатқа ие емес және жүргізілген ғылыми жұмыстың жалпы концепциясына, маңыздылығына және ғылыми жаңалығына қайшы келмейді. 12-ші, докторант мақалаларының зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми деңгейі. Кенжеханова Мереке Батырхановнаның диссертация бойынша жазылған мақалалардың ғылыми деңгейі зерттеу тақырыбы бойынша сәйкес келеді. Диссертациялық тақырыбы бойынша 16, оның ішінде 2 мақаласы Scopus деректер базасында енгізілген және де 4 жарияламдары Қазақстан Республикасының ғылым журналдарында және 2-і Қазақстан Республикасының ұлттық ғылыми академиясының баяндамалары мақалалары осы журналдарға шыққан. Оңтүстік Қазақстан ғылымның хабаршысында жарияланған және халықаралық конференцияларында 7 мақаласы шыққан. Одан алма чипстер дайындау әдісі пайдалы модельге Қазақстан Республикасында 1 патент басылымдарда. 13-ші, Кенжеханова Мереке Батырхановнаның Қазақстан Республикасындағы аудандастырылған әртүрлі сортты алмаларды қолдана отырып, алмадағы өндірісте стандарттау және сертификаттаудың технологиясы нормативтік базасын әзірлеу тақырыбындағы жазылған диссертациялық жұмысы қойылған талаптарға сай келеді. Және де 8-07-501 стандарттау және сертификаттау салалар бойынша білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы дәрежесін алуға толық лайықты деп есептеймін. Рахмет, Раушангүл Уланғазиевна, өте құнды пікір айттыңыз. Енді келесі сөз рецензенттің ескертпелеріне жауап беру үшін докторант Кенжеханова Мерекеге беріледі. Рахмет, барлық ескертулерде келісемін. Келесі зерттеулерде жоюға тырысамыз. Келесі сөз рецензент техника ғылымдарының докторы профессор Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университетінің стандарттау және сертификаттау кафедрасының меңгерушісі Байходжаева Бақытгүл Ұзақовнаға беріледі. Саламатсыздар ма? Естіп жатсыздар ма мені? Жақсы естіліп тұр. Хорошо. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемый председатель, уважаемые члены комиссии. Кенжеханова Мереке Батырхановнаның 8D-07-501 стандарттау және сертификаттау салалар бойынша білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алу үшін ұсынылған Қазақстан Республикасында аудандастырылған әртүрлі сортты алмаларды қолдана отырып, алма қағы өндірісіне стандарттау және сертификаттаудың технологиясы нормативтік базасын әзірлеу тақырыбында орындалған диссертациялық жұмысына ресми рецензенттің жазбаша пікірі. Бірінші критерий диссертация тақырыбының ғылымның даму бағыттарына және немесе мемлекеттік бағдарламаға сәйкес болуы. Кенжеханова Мереке Батырхановнаның Қазақстан Республикасында аудандастырылған әртүрлі сортты алмаларды қолдана отырып, алма қағы өндірісіне стандарттау және сертификаттаудың технологиясы нормативтік базасын әзірлеу атты диссертациялық жұмыстың тақырыбы 2020 жылғы қазан айының 28 жұлдызында бекітілген. Диссертация басқа мемлекеттік бағдарламаға аясында орындалған
Енді екінші критерий ғылым үшін маңыздылығы. Жұмыс ғылымға елеулі үлес қосады, ал оның маңыздылығы жақсы ашылған. Яғни алма чипстеріне ағартылған ерітіндінің құрамын және кептіру параметрін анықтап технологиясын әзірлеу. Автордың жеке үлесі жұмысқа қажетті тапсырмаларды қоюдан, тәжірибелерді жоспарлаудан және жүргізуден, алынған нәтижелерді статистикалық өңдеуден және оларды жариялаудан, өнеркәсіп сынақтан өткізу, нормативті техникалық құжаттаманы әзірлеуге және қатысудан тұрады. Принципі үшінші критерий өзі жазу принципі жоғары, диссертация жоғары деңгейде орындалған, докторант зертханалық және ғылыми зерттеу жұмыстарын орындауда барлық кезеңдері тікелей өзі қатысып жасаған, зерттеу нәтижелеріне толығымен талдау жүргізген және оқуға түсінікті мемлекеттік тілде жазылған. Келесі принцип ішкі бірлік принципі негізделген, диссертациялық жұмыстың өзектілігі негізделген. Қазақстан Республикасының негізгі шикізат ретінде аудандарындағы алманың әртүрлі сорттарын пайдалана отырып, алма чипсін өндіру технологиясын стандарттау және сертификаттау бойынша нормативдік құқықтық базаны әзірлеу бойынша диссертациялық зерттеу шеңберінде кезек күттірмейтін міндеттердің бірі болып Қазақстандағы өсірілетін алмаларды бастапқы шикізат ретінде пайдалану болып табылады. Өйткені өзіміздің шикізат базамыздың болуы логистикалық шығындарды азайтуға мүмкіндік береді. Ал Қазақстан Республикасы аудандарындағы алмалардың химиялық және технологиялық қасиеттері және одан алынатын өңделген өнімдердің өзіндік тағамдық қасиеттері қазақстандық тұтынушылардың физиологиясына жақынырақ болады. Келесі принцип диссертация мазмұны. Диссертация тақырыбын айқындайды. Диссертация мазмұны жұмысқа сәйкес құрастырылған, зерттеудің мақсаты мен міндеттерін толық көрсетеді. Диссертациялық жұмыстың мазмұны диссертация тақырыбының толық айқындайды. Келесі критерий 4-3 мақсаты мен міндеттері диссертация тақырыбына сәйкес келеді. Диссертациялық зерттеудің мақсаты болып негізгі шикізат ретінде Қазақстан Республикасының аудандардағы әртүрлі сортты алмаларын пайдалана отырып, стандарттау және сертификаттау бойынша нормативтік құқықтық базаны әзірлеумен және режим параметрлерді негізінде жетілдірілген келтіру әдістерін қолдану арқылы алма чипстерін өндіру технологиясын әзірлеу табылады. Осыған байланысты зерттеу міндеттерде анықталған. Келесі 4-4 диссертацияны барлық бөлімдер мен ережелер логикалық байланысқан, барлық бөлімдері бір-бірімен тығыз байланысқан. Зертханалық жағдайда жүргізілген зерттеу жұмыстарының нәтижесі рет-ретімен баяндалып, қорытындыланған. 4-5 автор ұсынған және жаңа шешімдер, қағидаттар, әдістер дәлелденіп, бұрыннан белгілі шешімдермен салыстырылып бағаланған. Келесі және сыни талдау бар. Келесі критерий бұл ғылыми жаңашылдық принципі. Ғылыми деректер мен диссертациялық жұмыста алынған нәтижелер мен ережелер ішінара жаңа 90% болып табылады. 5-2 диссертацияның қорытындылары толығымен жаңа болып табылады. Автор ғылыми әдебиеттерді саралай келе дәлелді, нақты қорытындыларды жасаған. Диссертациялық жұмыстың әр бөлімінде кептірілген қорытындылар, кептірілген жаңа және дәйекті болып табылады. Келтірілген қорытындылар және жаңа және дәйекті болып табылады. Олардың жаңалығы жарық көрген мақалалармен дәлелденген. 5-4 техникалық, технологиялық, экономика және басқару шешімдері толығымен жаңа. Келесі принцип 6 негізі қорытындылардың негізділігі, барлық негізі тұжырымдар тәжірибелік жұмысты талдау барысында алынған зерттеулердің нәтижелерінен туындайды. Ғылыми негізделген шетелдік және отандық әдебиет көздеріне сілтеме жасай отырып дәлелденіп негізделген. Қорғауға шығарылған негізгі ережелер толық дәлелденген.
диссертациялық жұмыста қорғауға шығарылған барлық қағидаттар тривиалды емес. 7-3 ағартатын ерітіннің анықтап кептіру параметрі жаңартылды. Диссертация жұмыс аясында алынған нәтижелер кеңінен қолданылған. Жаңа ма? Жаңа. Алынған нәтижелердің бәрі мақалалар толық дәлелденген. Келесі 8-ші дәйектілік қағидаты, дерек көздермен ұсынылған ақпараттың дәйектілігі. Бұл жерде айтатыным, зерттеу әдістемесі көрсетілген әдеби деректерге негізделген, зерттеу әдістері нақты жазылған, жүргізілген зерттеулердің сапалық және сандық көрсеткіштерін ашады. Зерттеу жүргізу үшін классикалық және заманауи әдістер қолданылып, есептеулер жасалды. 8-2 диссертация жұмысының нәтижелері компьютерлік технология қолдану арқылы ғылыми зерттеудің қазіргі заманғы әдістермен деректерді жөндеу және интерпретациялау әдістемелерін пайдалана отырып алынған. Теориялық қорытындылар, модельдер және диссертация тақырыбы бойынша теориялық қорытындылар, модельдер, анықталған өзара байланыстар және заңдылықтар эксперименттік зерттеулермен дәлелденген және расталған. Келесі 8-4 бұл жерде айтатыным, зерттеулердің әрбір нәтижесі бойынша негіздемелер мен қорытындылар өзекті және сенімді ғылыми әдебиеттерге сілтемелермен расталған. Докторанттың зерттеу әдістерін пайдалану бойынша алынған нәтижелері басқа ғалымдардың зерттеулерімен салыстырмалы түрде талдау жасалған. Диссертацияда еліміздің жақын алыс шет елдердің жетекші ғалымдардың әдеби деректері пайдаланылған. 8-5 пайдаланған әдебиеттер отандық және шетелдік ғалымдардың 160 басылымы кіреді. Докторант қолданған барлық жарияланымдарында маңызды ғылыми мәліметтер бар екенін көрсетеді. Сондықтан пайдаланған әдебиеттер тізімі диссертация толық талдау үшін жеткілікті. Келесі критерий практикалық құндылығы қағидаты. Диссертацияның теориялық маңызы бар, сондықтан да оның жоғары оқу орындары, колледждерде әдістемелік нұсқаулық ретінде қолдануға болады. Авторлық зерттеу нәтижелері стандарттау және сертификаттау салалар бойынша білім беру бағдарламасы бойынша кейінгі ғылыми зерттеулер қолдануға болады. 9-2 диссертацияның практикалық маңызы бар және алынған нәтижелерді практика қолдану мүмкіндігі жоғары. 9-3 практикалық ұсыныстар жаңа ма? Тәжірибеге арналған ұсыныстар жаңа болып табылады. Әзірленген кәсіпорын стандарттары негізінде жаңа алма чипсы өнімдерін өндірудің технологиялық нұсқаулығы әзірленген. Кәсіпорын істі жобалары КР-СТ 1.5-2008 негізгі ережелеріне сәйкес келеді. Ал 10-шы жазу және ресімдеу сапасы жоғары, диссертация ұсыну стилі айқын, жұмыс логикалық тұрғыда түсінікті баяндалған, рәсімдеу құрылымы және мазмұны бойынша диссертациялық жұмыс үшін қойылған талаптарға сәйкес келеді. Диссертацияда ескертулер. Бұл жерде диссертация құндылығын, деңгейін және сапасын төмендетпейтін орфографиялық қателіктер кездеседі. Диссертациялық кейбір дұрыс аударылмаған терминдер кездеседі. Диссертациялық жұмысты ресімдеу барысында кестелердің атауы дұрыс ресімделмеген, әдебиетке шолу бөлімінде соңғы жылдардағы зерттеу бойынша әдебиеттер көздері аз, аталған ескертулер оңай және жұмыс оңай түзетіледі және жұмыстың құндылығы еш кеміспейді. Ал енді 12-ші критерий докторанттың мақалалардың зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми деңгейі. Диссертация мақалалары сериясы нысанында қорғалған жағдайда ресми рецензент. Қазір рецензенттің тақырыбы бойынша 16, оның ішінде 2 мақаласы Scopus деректер базасында енгізілген, журналдарда жарияланған. Journal of Food Process Engineering Q3%73 және Food Science and Technology International Q2%74. Қазақстан Республика ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылыми және жоғары білім беру сапасын қамтамасыз ету комитеті ұсынған журналдарда 4
жарияланым. Қазақстан Республикасының ғылыми журналдарда 2 мақала, оңтүстік Қазақстан ғылымының хабаршысы халықаралық конференциялар мақалалары бар. Бір патент басылымдарда. Енді ең соңғысы критерий ресми рецензенттік шешімі менің ойымша Кенжеханова Мереке Батырхановның Қазақстан Республикасында аудандастырылған әртүрлі сорты алмаларды қолдана отырып, алма қағы өндірісіне стандарттау және сертификаттаудың технологиясы нормативтік базасын әзірлеу тақырыбында жазылған диссертациялық жұмысы қойылған талаптарға сай келеді. 8D 07-505-501 стандарттау және сертификаттау салалар бойынша білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы дәрежесін алуға толық лайықты деп есептеймін. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Бақытгүл Зақына. Енді келесі сөзді рецензенттің ескертпелеріне жауап беру үшін докторант Кенжеханова Мерекеге береміз. Рахмет, барлық ескертулермен келісемін, келесіде қарастырамыз. Жақсы. Келесі сөзді докторанттың отандық ғылыми кеңесшісі Мамаева Лаура Асылбековнаға беріледі. Кенжеханова Мереке Батырхановна ұсынған докторлық диссертациясы жоғары ғылыми деңгейінде орындалған, өзектілігі жоғары, мазмұны терең, тұжырымдары мен нәтижелері ғылыми жиналғы бар іргелі зерттеу жұмысы болып табылады. Зерттеу тақырыбы қазіргі ғылым мен практикаға үшін аса маңызды рөлі бар. Диссертацияда докторант күрделі ғылыми мәселелерді өз бетінше шешуге қабілеттін екенін көрсетіп, теориялық негіздерін жүйе түрде талдаған, жаңа әдістер ұсынған және олардың нақты ғылыми дәлелдермен негізделген. Жұмыстың нәтижелері жаңа тағам өнімдерін ала отырып, стандарттау және сертификаттау ғылымының дамуына елеулі үлес қосады және практикалық маңызына ие. Осыған орай Кенжеханова Мереке Батырхановна ұсынған диссертациялық жұмыс докторлық диссертацияларға қойылатын талаптарға толық сәйкес келеді. 8D-07-501 стандарттау және сертификаттау салалар бойынша білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы ғылыми дәрежесін беруге лайық деп санаймын. Қолдауларыңызды сұраймын. Рахмет. Рахмет, Лаура Асылбековна. Ендігі келесі сөз докторанттың шетелдік ғылыми кеңесшісі Ветохин Сергей Сергеевичке беріледі. Слово предоставляется зарубежному научному консультанту, профессору кафедры физико-химических методов и обеспечения качества Белорусского государственного технологического университета Ветохину Сергею Сергеевичу. Уважаемый председатель и члены Совета, диссертационная работа Кенжехановой Мереке Батырхановны посвящена актуальной проблеме расширения ассортимента продуктов переработки яблок, производство которых в ближайшее время в Республике Казахстан будет быстро увеличиваться. Яблочные чипсы, выбранные докторантом в качестве объекта исследования, можно смело отнести к числу функциональных продуктов невысокой калорийности, которые могут быть рекомендованы в том числе для детского питания, в меню которого они заменят более калорийные картофельные чипсы. Следует отметить, что разрабатываемый продукт является инновационным и для Республики Казахстан, и для моей страны, Беларуси, и может стать предметом экспорта во многие страны, в первую очередь соседние, где производство такого рода продукции отсутствует. Проведенные докторантом исследования выполнены впервые для яблок, культивируемых в Туркестанской области, где имеются все условия для производства сырья и развертывания производственной базы для выпуска высокотехнологического продукта, соответствующего по своим свойствам современному мировому технологическому укладу пищевой промышленности. Практическая значимость диссертации состоит не только в освоении нового продукта,
но и в обеспечении производства необходимой нормативной базой, в том числе гармонизированной с подходами Евразийского и Таможенного союза. Освоение яблочных чипсов в производстве даст и социальный эффект. С одной стороны, через вовлечение в сферу трудовых ресурсов из сельской местности, а с другой стороны, через снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний благодаря уменьшению холестериновой нагрузки. Кроме того, содержащиеся в яблоках и остающиеся в них после обработки пектины способствуют выводу из организма тяжелых металлов, таких как свинец, уран, цезий, 137 в том числе опасный изотоп, и является дополнительным доводом в пользу актуальности рассматриваемой работы. Выявленные в ходе выполнения работы проблемы позволили докторанту сформулировать цель диссертационной работы по разработке технологий производства яблочных чипсов с использованием в качестве основного сырья яблок различных сортов, районированных в Республике Казахстан. При этом используются усовершенствованные методики сушки, основанные на новых режимных параметрах с разработкой соответствующей новой нормативной базы по стандартизации и сертификации. Декомпозиция поставленной цели позволила докторанту определить конкретные задачи исследований, последовательность их решения. Выбор объектом исследования сортов яблок, произрастающих в Туркестанской области, вполне обоснован высокой перспективностью данной территории для производства сырья как по природным, так и по трудовым ресурсам. Здесь имеется и научная база для организации контроля качества продукции, в том числе в университетах Шымкента и Тараза. Достоверность и обоснованность результатов, выводов и предложений не вызывает сомнений благодаря наличию должного математического обоснования, соответствию применяемых современных методов испытания физико-химическому и биологическому содержанию решаемых задач, тщательной метрологической и статистической обработки полученных экспериментальных результатов. Полученные лично автором научные результаты опубликованы в рецензируемых научных изданиях, определенных для опубликования основных результатов диссертации. Они прошли апробацию на международных научных конференциях, в том числе за рубежом. При этом пригодился опыт, полученный докторантом во время стажировки в моем университете, Белорусском государственном технологическом, который впервые разработал рецептуру и получил чипсы из белорусских яблок. Отметим, что прямое использование наших результатов, то есть полученных в Беларуси, условиям Южного Казахстана просто невозможно из-за очень больших различий физико-химических свойств сырья, что потребовало от докторанта большого объема экспериментальной работы. Даже по сортам, это я уж отвлекусь от официального отзыва, только айдарет в Беларуси районирован из тех яблок, которые докторант исследовал. В итоге докторантом была разработана технология производства яблочных чипсов, обеспеченная проектами нормативных документов по стандартизации и по методикам испытаний, то есть контролю качества. А также получена опытная партия на базе действующего предприятия-партнера, что служит доказательством возможности производить такую продукцию в промышленных масштабах. Ну, я думаю, что она будет хорошо востребована среди казахстанских потребителей. На основании изложенного можно считать исследования и разработки, выполненные диссертантом, актуальными, обладающими научной новизной и практической значимостью. Диссертационная работа Мерики Батырхановны является завершенной научно-исследовательской работой, содержащей в себе решение актуальной научной задачи, имеющей существенное социальное и экономическое значение, в том числе для пищевой промышленности Республики Казахстан.
Структура диссертации вполне логично построена, содержание отвечает заявленной научной специальности. Это позволяет утверждать, что работа удовлетворяет требованиям, предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени доктора философии, а ее автор Кенжиханова Мереке Батырхановна заслуживает присуждения указанной ученой степени по образовательной программе стандартизация и сертификация. Должен сказать, что докторантка проявила себя человеком, который умеет и задачи решать, и руками работать, и модели строить. То есть она уже сложившийся специалист высокого уровня, вполне заслуживает присуждения искомой степени. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Сергеевич. Ал енді келесі кеңестің ары қарай жұмысын жалғастырайық. Енді құрметті кеңес мүшелері, ендігі кезек докторанттың жұмысын талқылауға кірісейік. Кім қандай пікірі бар, өздеріңіздің пікірлеріңізбен айта кетсеңіздер. Профессор Азрет Утебаевич. Бағана бір сұрақ беріп жатырмыз. Өйткені мен бағанада айттым, бұл проблема шешу жолдары бізде қарастырып жүрген жайымыз бар. Енді, бүгінгі тыңдалған диссертациялық жұмыс өзекті. Оның менің ойымша негізгі ғылыми жаңалығы ол мынау алмаға кептірер алдында ағартылған ерітінді қосу. Оны бұрыннан білеміз. Бұрыннан белгілі бәріңіз білесіздер. Егер де оны қоспастан осындай температура кептіретін болса, алма қарайып кетеді. Себебі алманың құрамында темір бар, темір тотығады. Ондай болмас үшін алмаға сондай ерітінді керек. Біз бұрын істегенімізде мынау яблочный жоқ, лимонный кислота, лимон қышқылын қосқанбыз, оны жақсы шыққан. Бірақ енді бұл мынау қоспаны қосқанның өзінде ол бәрі өнімге витамин состав басқа сәттер болса да улучшать етеді. Ол бір. Екінші, менің тоқтайын дегенім, бұл экономикалық тиімділік жағынан Қазақстанның оңтүстігі Алматы облысы, бұл жерде байқасаңыздар, мұндай алма өсіретін қазір кәсіпкерлер өте көп, особенно Алматыда, Шымкентте. Осыған орай бұл қазір керекті соларға шешілген проблема деп есептейміз. Себебі бұл өте тиімді. Өздеріңіз көріп отырсыздар, мынау бүгінгі міне оны алып келген образесінде. Мынаның ішінде 30 грамм. Алманың салмағы бір алманың 400-450 болады. Содан 30 граммны есептесеңіздер, где-то 10 пашық шығады. Әрқайсысы 200-200-ден сатқанның өзінде, 10 шыққанның өзінде 2000 теңге бола ма? Бір алма, получается, 2000 теңге сатылады. Ол кез келген предприятиеге өте тиімді. Сол себепті менің ойымша тиімділігі бір, расходтар басқасы бар, тиімділігі бір 7-8 еседен кем емес. Өте құнды жұмыс. Оны докторант Мереке Батырханқызы оны ендіргені производство өте дұрыс. Олар өткен қазір керек болып жатыр. Жалпы жұмыстың көлемі, жұмыстың жалпы біткен ғылыми жұмыс есептелінеді. Ал ол және алынған результаттардың бәрі жаңа. Оның үстіне бұл кісінің жаңағы докторанттың еңбегі осыған нормативный правовой документы дейді, былайша стандарттар ғой. Соны разработать етіп, ондай стандарттар болмаған. Менің ойымша бұл жетілген
пісіп жетілген маман. Ол сол мамандыққа, по-моему, сол диссертация қарсы кеңесінің шешімімен берілсе, сол, значит, ғылыми атаққа, значит, сай деп есептеймін. Рахмет көңіліңізге. Рахмет, Әзірет Өтебаевич. Пікіріңізге келесі пікір айтам деушілер болса, Мира Серікқызы. Бүгін біз Кенжеханова Мереке Батырханованың жұмысын тыңдадық, диссертациялық жұмысын. Диссертациялық жұмыс қазіргі заманға сай, ғылыми бағытталған. Ізденуші алма чипсы сублимациялық және жай кептіру қолданған технологиясын, өнімнің сапалық және функционалдық көрсеткішін арттырып, және нақты нәтижелерге қол жеткізгенін байқап отырмыз. Жүргізілген тәжірибелер ғылыми негізделген, технологиялық параметрлер оңтайландырылған, және де барлық өнімде өзінің витаминдерді сақтауға барлық мүмкіншіліктер тырысқан. Сонымен қатар байқап отырмыз, ұйым стандарты әзірленіп отыр, яғни өнімнің сапаға бақылауға арналған талаптар жүйесі бар. Және диссертациялық жұмыс тереңділігі және практикалық маңыздылығы жоғары. Жас зерттеуші өзінің білікті маман ретінде көрсете білді. Сол себепті ізденушіді қолдап PhD ғылыми дәрежесін беруге қолдаймыз деп үміттенеміз. Назарларыңызға рахмет, барлықтарыңызға. Рахмет, Мира Серікқызы. Тағы да пікір білдірем деушілер болса. Мен Жұлдыз Маукенна. Енді қазіргі кезде өзекті болып саналатын, мысалы, өнімнің сапасын арттыру, сонымен қатар отандық шикізатты тиімді пайдалану, сонымен қатар қазіргі заманауи халықаралық және ұлттық стандарттарды қолданып, осы жаңа технологияларды енгізу осы диссертацияда қарастырылған. Сонымен қатар диссертант өз жұмысында осы отандық алма сорттарының технологиялық режимдерін қарастырған, рецептурасын жасаған, сонымен қатар регламент жасалған, өз жұмыстың алдына қойған мақсат міндеттеріне толық қамтылған, одан кейін әдістер толық негізделген. Диссертант өзі, мен ойлаймын, кәдімгідей қазіргі кезде ғылымға қажетті өзінің барлық қасиеттері бар, өзі салмақты. Сондықтан мен де осы жұмысты қолдаймын. Болашақта енді ары қарай жүргізе беріңіз осы жұмысыңызды. Рахмет. Шетелдік біздің Бахтер Бабакулович, желаете ли высказать свое мнение? Да, это диссертант выполнил хорошую работу. Это очень понравилась работа. Отвечаю всем требованиям. Я желаю успехов. Хорошая работа. Спасибо. Мен де өз пікірімді білдіре кетейін. Жалпы мына Айдарет сорты бұл өте сапалы алмалардың бірі сорт болып саналады. Себебі оның витаминді құрамын өзіңіз айтып кеттіңіз, докторант айтып кетті, және де бұл өнімнің өзі басқа алмаларға қарағанда ұзақ мерзімде сақталатыны да бар. Жалпы қысы жазы біз осы дүкен сөрелерінде осы Айдарет сортын көреміз. Енді мен бір ұсынысым, жалпы бізде алмалардың сорттары өте көп қой, оның витамині төменірек деп айтып жатырмыз. Ұзақ мерзімде тез бұзылатын алмалар бар. Сол алмалардың сорттарын алып зерттегеніңізде мүмкін жұмысыңызға тағы да толығырақ жұмысыңыздың өзектілігін бұдан да жақсырақ ашады ма деп пікір білдіремін. Жалпы жұмыс өте жақсы орындалған, ғылыми өзекті. Сізге ары қарай сәттілік тілеймін, және де жұмысты қолдаймын. Енді осымен ізденуші жұмысын талқылау аяқталды.
Енді диссертантқа PhD докторы дәрежесін беру бойынша жасырын дауыс беруіміз керек. Ол үшін есеп комиссиясын сайлауымыз керек. Есеп комиссиясының келесі құрамын бекітуді ұсынамын. Есептеу комиссиясының төрағасы ретінде Шыңгезов Әзірет Өтебаевичті ұсынамын. Және де комиссия мүшелері Серікқызы Мира Серіківна және Сүлейменова Жұлдыз Мәукеновна. Осыған қалай қарайсыздар, құрметті кеңес мүшелері? Қолдайсыздар, бір ауыздан бекітілді. Ал енді комиссия мүшелері жұмыстарыңызға кіріссеңіздер. Дауыс беру анкетасы неге чатқа жіберілді? Дауыс беріңіздер. Онлайн қатысушылар докторанттың жұмысын бағалап өтулеріңіз керек. Сіздерге сілтеме WhatsApp желісіне жіберілген. Вам нужно будет выбрать один ответ и поставить один оценку. Промежуточный нельзя. Мы отправили, уважаемый председатель, отправили мы. Я отправила вам голос. Спасибо, ваш голос принят. Я тоже отправил. Спасибо большое.
Келесі сөз жасырын дауыс беру нәтижелерін жариялау үшін есептеу комиссиясының төрағасы Шыңгизов Әзірет Өтебаевичке беріледі. Диссертациялық кеңес сайлаған есеп комиссиясының есебі. Диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы 4 адамнан белгіленген. Сондай-ақ диссертациялық кеңестің уақытша құрамына қосымша дауыс беру құқығымен диссертациялық зерттеу тақырыбына сәйкес 2 адам енгізілген. Жасырын дауыс беру ресми резиденттер 2 адам қатысты. Жасырын дауыс беруге барлығы 8 адам қатысқан. Жіберілген электрондық бюллетендер 8. Жасырын дауыс беру нәтижелері PhD философия доктор дәрежесін беруге 8 адам қатысты. Қорғау бағасы 95, әріптік А, балмен есептегенде 4, дәстүрлі өте жақсы. Есеп беру комиссиясы төрағасы Шыңгисов, мүшелері Серікқызы, Сүлейменова. Рахмет назарларыңызға. Рахмет, Әзірет Өтебаевич. Құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, енді есеп комиссиясының нәтижелерін бекітуді ұсынамын. Дауыс ашық түрде беріледі. Қолдарыңызды көтерсеңіздер, иә деп жауап беретін. Қарсы, қалыс қалғандар жоқ, иә. Бір ауыздан қабылданды. Кенжеханова Мереке Батырхановна көпшілік алдында қорғауы негізінде қолдағандар 8, қарсы жасырын дауыс беру нәтижелері жоқ. Бір ауыздан бекітілді. Енді құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері Кенжеханова Мереке Батырхановнаның диссертациясы жөніндегі диссертациялық кеңес дайындаған қорытынды жобасын талқылауға көшсек. Алдарыңызда мына жоба қорытындысын қарап, өздеріңіздің ұсыныстарыңызды, пікірлеріңізді айтсаңыздар, болмаса жазбаша түрде берсеңіздер де болады. Кейінірек диссертациялық кеңестің секретарына ұсыныстарыңыз жоқ па? Ұсыныстарыңыз жоқ болса, онда классификациялау белгілеріне өтейік. Бірінші диссертация нәтижелерінің сипаты бірде-бір тиісті білім саласы үшін маңызы бар мәселені шешу, бірде-2 маңызды қолданбалы міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін ғылыми негізделген техникалық, экономикалық және технологиялық зерттеулер баяндалған. Осының қай пунктын сіздер бірде-2, иә? Келесі. Диссертация нәтижелерінің жаңашылдық деңгейі 2/1 нәтижелер жаңа болып табылады, 2/2 жеке нәтижелер жаңа емес, 2/3 нәтижелердің едәуір бөлігі жаңа емес. 2/1. Диссертация нәтижелерінің мәні 3/1 жоғары, 3/2 қанағаттанарлық, 3/3 қанағаттанарлықсыз. Осының қайсын? 3/1. Төртінші, диссертация тақырыбының жоспарлы зерттеулермен байланысы 4/1 тақырып мемлекеттік және аймақтық ғылыми және ғылыми техникалық бағдарламаларға немесе халықаралық зерттеулер бағдарламаларына кіреді. 4/2 тақырып іргелі зерттеулер бағдарламаларына, салалық бағдарламаларға, ғылыми ұйымдар мен жоғары оқу орындарының жоспарларына кіреді. 4/3 бастамашыл жұмыс. Осының қай пунктысын? 4/2 пунктын, толықтай қолдайсыздар, иә? 5. Диссертацияның қолданбалы маңызы бар нәтижелерін ендіру 5/1 халықаралық деңгейде, 5/2 сала аралық деңгейде, 5/3 сала аумағында, 5/4 ұйым шеңберінде. 5/3.
бесте үш. Алтыншы, диссертацияның қолданбалы маңызы бар нәтижелерін кеңінен қолдану жөніндегі ұсыныстар. 6-1 кеңінен қолдануды қажет етеді. 6-2 кеңінен қолдануды қажет етпейді. 6-1. Барлықтарыңыз бір ауыздан жауаптарыңызды бердіңіздер, иә. Ал енді диссертациялық кеңес туралы ережеге сәйкес диссертациялық жұмыс бойынша диссертациялық кеңестің қорытындысы қабылдансын. Қазақстан Республикасындағы аудандастырылған әртүрлі сортты алмаларды қолдана отырып, алма қағы өндірісіне стандарттау және сертификаттаудың технологиясы, нормативтік базасын әзірлеу тақырыбындағы диссертациялық жұмысты көпшілік алдында қорғау негізінде Кенжеханова Мереке Батырхановнаның диссертациялық жұмысы 8D-07-501 стандарттау және сертификаттау білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияларға қойылатын талаптарға сәйкес деп есептейміз. Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің дәрежелерді беру қағидаттарына және Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің диссертациялық кеңес туралы үлгі ережелеріне сәйкес Кенжеханова Мереке Батырхановнаға 8D-07-501 стандарттау және сертификаттау білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы ғылыми дәрежесі берілсін. Ал Мереке Батырхановна, сізді құттықтаймыз. Сізге ары қарай сәттілік жұмысыңызға, еңбегіңізге табыс тілейміз. Ғылым жолын ары қарай жалғастыра беріңіз. Және де барлығына кеңес мүшелеріне рахметімізді айтамыз. Қатысқандарыңызға, белсенді пікірлеріңізбен бөліскендеріңізге, сын пікір берушілерге де көптен көп рахмет. Осымен кеңес отырысын аяқтаймыз.